Ассалаумағалейкум бауырым. Егер сені зар шығаратын жолда қышу, ашу, ауру сезімі, болмаса сілекейдің бөлінуі, түссіз, болмаса сары түсті, ақ түсті ірің ағып жататын болса, бұл үй жағдайында қалай бұны емдеу керек? Әрине бұл сілекейдің бөлінуі, түссіз, еркек адам қатты қозып кететін болса, еріксіз қызға жақындасқан кезде сілекей шығып кетуі мүмкін. Бұл физиологиялық процесс, яғни еркектің қатты қозуына байланысты шығады. Егер сіздің мына шыққан сілекейіңіз, мынау шыққан іріңді бөліністердің күнделікті шығып бастаса, болмаса жыныстық қатынаста болдың, бодиға бардың, болмаса жаңағы бөтен жыныстық қатынасқа түстің, презерватив қолданған жоқсың, осы кезде пайда болған болса, бұл сенің бойыңда инфекция болуы мүмкін, вирус болуы мүмкін, бактерия болуы мүмкін. Оған әрине сен үй жағдайда оны емдей алмайсың. Осы кезде тексеру керек, анализ өткізу керек, мазок тапсыру керек, ПЦР тапсыру керек. Неге? Дәрігерге бару керек. Өйткені бұл аурулар ертеңгі күні еркектің бедеулігіне алып келуі мүмкін. Асқындыруы мүмкін. Простатит, уретрит, визикулит, липидемит, простатит, архит сияқты ауруларды осы инфекциялар туындатады. Соған байланысты мен саған айтатын кеңесім, болып жатыр ма? Міндетті түрде кеңеске жазыл, урологқа бар. Егер менің кеңес жазалым десең, астында сілтемеге өтесің, сол анкетаны толтырып, маған приемға келе аласың. Олай болса, досым, егер осы маңызды болса, міндетті түрде өз денсаулығыңа тікелей қара. Аман бол.